Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын блинчиктер дайындайтын боламыз. Сіздерде алтын дұрыс шықпай жүрсе, менің рецептіммен жасауға кеңес беремін. Ендігі кезекте ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны саламыз және де кішкене тұз, сонан соң 4 ас қасық шекерді саламыз. Оны жақсылап венчикпен араластырамыз. Венчик немесе вилкамен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, ендігі кезекте ұн саламыз. Барлық ингредиенттерді мен описанияға қалдырып кетемін. Ұн 200 грамм. Оны мен 2-3 бөліп салдым. Жақсылап араластырып аламыз да. Одан кейін сүтті қосамыз. 1 стакан. Бұл жерде жақсылап араластыру керек. Ендігі кезекте қайнап тұрған су, кипяток. Ол да 1 стакан құятын боламыз. Менің рецептімнің ең жақсы жері бұған разрыхлитель немесе сода қосылмайды. Енді 3 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Консистенциясы дәл осындай болу қажет. Одан кейін қызып тұрған табамызға құйып пісіре береміз. Рецепт ұнаса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп және қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Келесі жолы өте дәмді рецепттердің неше түрі болады. Осылай керемет дәмді блинчиктер шығады. Сіздермен болған меруерт. Өте жұмсақ және де дәмді болып шығатын булочкалар. Отбасыңызға бір жасап берсеңіз, тағы да жасап беруіңізді сұрайтын рецепті. Толық рецептіні білгілеріңіз келсе, менің профилімді YouTube каналыма кіретін ссылка тұр. Соның үстін бассаңыздар, менің YouTube каналыма кіріп, толық рецептіні біліп жасай бересіз. Қайырлы күн достар, менің каналыма лайк басып, тіркеліп және қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын, небәрі 3 ғана ингредиенттен тұратын домашний сыр жасайтын боламыз. Қалай жасалу керек екенін толық білгілеріңіз келсе, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға піспеген 2 литр сүтімізді құйып аламыз. Оның астын қайнағанша өте қатты газге қоятын боламыз. Мен үйдің сүті, сіздер қалада тұратын болсаңыздар, 3%-ден жоғары сүтті пайдалансаңыздар болады. Енді кезекте сүтіміз қайнайын дегенше қоспамызды дайындаймыз.
4 жұмыртқаға 4 ас қасық 20% қаймақты біріктіріп араластырамыз. Енді сүтімізге дайын болған қоспамызды қосамыз. Жайлап араластырамыз. Ең бастысы түбі жабысып қалмау керек. Араластырамыз. Содан кейін өзі сары суы бөлініп, ірімшік бола бастайды. Сол кезде отымызды ең жай несіне қоямыз. Міне сүтіміз кішкене қайнап, ірімшік пайда бола бастады. Енді сидаға марлымызды қойып, үстіне ірімшігімізді саламыз. Рецепт ұнаса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Ірімшіктің үстінен қасықпен басып, сары суынан бөлеміз. Ірімшігіміз міне дайын. Үстіне 2 литр банка қойып, минимум 5 сағат немесе 1 түн қоямыз. Осылай біздің үй жағдайындағы ірімшігіміз дайын болады. Қызықшы каналдың дамуына үлес қосып, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Меруерт. Қайырлы күн достар, менің каналыма лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қазақтың ең керемет тағамдарының бірі қызыл ірімшік дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жасалу жолы өте оңай. Толық ақпарат білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Дайындау үшін ыдысымызға мен 3 литр сүт қойдым. Менікі піскен сүт. Қаймаға шыға бастағанда қайнатпаймыз. Қаймаға шыған деп жатқанда міне осылай айранымызды 300 мл айранымызды құямыз. Одан соң жақсылап араластырамыз. Содан соң біздің сүтіміз іри бастайды. Ірімшігі бөлініп, сары суы шығатын болады. Қақпағын жаппай, қатты отта қайнататын боламыз. Мінекей біздің сүтіміз іріп, сары суы шықты. Мінекей біздің сары суымыз қайнады. Енді аузын жауып 3 сағат қайнататын боламыз. 3 сағаттан кейін қантымызды саламыз. Мінекей 3 сағат өтті. Міне біздің ірімшігіміз дайын болуға таяу. Шекерімізді салып, тағы да 1 сағаттай қайнатсаңыздар жеткілікті болады.
Енді ситамызға марылымызды қойып, ірімшігімізді сүзіп аламыз. Сары суын сырғытып, осылай ірімшігімізді салып, үстінен 2 литр банкіге су құйып қойсаңыздар болады. Бір түнге қалдыратын боламыз. Ертеңіне дайын болады. Отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Өте дәмді, пайдалы, небәрі 3-ақ ингредиенттен тұратын десерт қазақша. Сіздермен болған меруерт. Менің рецепт ұнаса менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қайырлы күн достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай өте керемет, оңай және дәмді жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл бір жасағаннан керемет болып шығатын пирогты менің рецептімен жасап көруді ұсынамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды және шекерімізді салып миксерлейтін боламыз. Бұл жерде ең бастысы жұмыртқаның көтерілуі үшін ыдыстарыңыз және миксерлеріңіз таза және құрғақ болуы керек. Енді жұмыртқамыз 2-3 есе көлемді болғанша миксерлейтін боламыз. Енді қоспамызға сары майымызды ерітіп құямыз. Толық рецептіні мен описанияға қалдырып кететін боламын. Енді қоспамызға ұн және де разрыхлительді бірге саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Сонан қоспамызды табаға пергамент салып құямыз. Мен пирогқа слива қостым. Сіздер неше түрлі кез келген жемісті қолдансаңыздар болады. Міне осылай небәрі 35 минутта дайын болып шығатын, өте жұмсақ, шайға өте керемет кетеді. Рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен болған меруерт, астарыңыз дәмді болсын. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет творожный пирог жасайтын боламыз. Бір жасағаннан шығатын. Ол үшін менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды және де шекерімізді салып, бірге араластыратын боламыз. Оны шанышқымен істесеңіздер де болады, немесе миксерлесеңіздер де болады. Енді жақсылап миксерлеген соң үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Енді үстіне ұнды салып, жақсылап миксерлейміз. Ұнды 2-ге бөлеміз, және де осылай қолмен қамыр деңгейіне де жеткіземіз. Міне осындай керемет қамыр шығады. Оны формамызға салып, жайға орналастыратын боламыз. Енді начинкасын істейміз. Начинкасына творог, қаймақ, қант және де бір жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Немесе сіздерде блендер болса, блендерлесеңіздер өте керемет болып шығады. Начинканы формаға құйып, бетіне мен сәндеу үшін
қатырылған шие салдым. Сіздер неше түрлі жемісті пайдалансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Бұны 30-40 минутқа саламыз 180 градуста пешке. Мінекей осылай керемет дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған меруерт ас болсын.
Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын татар тәттісі чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, толық қалай жасалатынын сол кезде түсінесіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстінен тұзымызды және де содамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз.
боламыз. Қорған кезде бір-біріне жабысып қалмайтындай. Енді қамырымызды қуыратын кезде майымыз өте қызып тұру керек. Сонан соң қуырып жатқанда араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Немесе біреуі пісіп, біреуі піспей қалуы мүмкін. Араластырып тұрсаңыздар, барлығы бір келкі қызаратын болады. Мінекей дәл осылай барлық қамырымызды қуырып шығатын боламыз. Ендігі кезекте біз сиробымызды дайындайтын боламыз. Сироп үшін әселге қантты қосып отқа қоямыз. Оттың астын орташа қылып қойып, шекер ерігенше, сұйық болғанша жақсылап осылай араластырамыз. Дайын болған сиропты чөкчектің үстіне ыстық күйінде құйып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң формаға саламыз және де үстін қатты көбірек басатын боламыз. Себебі форманы алған кезде бұлар ажырап шашылып кетпесі үшін. Дайын болған соң оны 1 сағатқа морозилкаға саламыз. Одан соң алып пайдалана берсек болады. Мен бұл жерде сәндемедім чөкчектің бетін. Сіздер неше түрлі жаңғақтармен сәндесеңіздер болады. Мінекей осылай біздің чөкчегіміз дайын болып шықты. Ас болсын сіздерге. Сіздермен болған меруерт. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырау шаңын басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Отбасыңызға жасап берсеңіздер, өте керемет болып шығатын тәтті түрі жасап көріңіздер.
Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен керемет шоколадты пирог жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Ұн, содан кейін какао, қант, тұз, сода. Барлық құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Енді үстіне сүтімізді құямыз. Одан соң сұйық май. Одан соң 3 жұмыртқамызды, одан соң бір үлкен қасықпен сода. Енді барлығын комочек қалмайтындай жақсылап араластырамыз. Дайын болған мастан тавамызға құйып, жасау үшін шоколад пен сүтті араластырып еріттім. Бетіне құйып жағамыз. Бір тегіс қалып. Мен әдемілік үшін бетіне сахарный пудрадан кішкене септім. Сіздер өздеріңіз жемістер, фантазияларыңызға қарай әртүрлі сәндесеңіздер болады. Осылай біздің пирогымыз әдемі болып піседі. Ең бастысы миксерсіз жасалатын пирог. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздермен болған меруерт, рахмет болсын.
менің TikTok каналымдағы міне YouTube'тың сілтемесіне басып, үстін бассаңыздар, менің YouTube каналыма кіресіздер. Міне, бірден тауып, кіріп көре бересіздер. Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет творожный пирог жасайтын боламыз. Бір жасағаннан шығатын. Ол үшін менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаның тұсын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды және де шекерімізді салып, бірге араластыратын боламыз. Оны шанышқымен істесеңіздер де болады, немесе миксерлесеңіздер де болады. Енді жақсылап миксерлеген соң үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Енді үстіне ұнды салып, жақсылап миксерлейміз. Ұнды екіге бөлеміз және де осылай қолмен қамыр деңгейіне де жеткіземіз. Міне осындай керемет қамыр шығады. Оны формамызға салып, жайға орналастыратын боламыз. Енді начинкасын істейміз. Начинкасына творог, қаймақ, қант және де бір жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Немесе сіздерде блендер болса, блендерлесеңіздер өте керемет болып шығады. Начинканы формаға құйып, бетіне мен сәндеу үшін қатырылған шие салдым. Сіздер неше түрлі жемісті пайдалансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Бұны 30-40 минутқа саламыз 180 градуста пешке. Мінекей осылай керемет дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған меруерт ас болсын. Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын булочкалар дайындаймыз. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысқа құйып, ерітілген сары майды құямыз. Одан соң 1 шай қасық тұзымызды салып, және де шекерімізді салатын боламыз. Оны венчикпен араластырамыз. Араластырғанда шекер мен тұзы еруі қажет. Ендігі кезекте бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Тағы да венчикпен араластырамыз. Ең бастысы бұл жерде сүт жылы болуы керек. Сонан кейін дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Керекті заттарды описаниеға қалдырып кетемін. Жақсылап араластырып, енді ұнымызды електен өткізетін боламыз. Мен басында венчикпен араластырамын, одан кейін қамыр деңгейіне келгенде қолмен жұмсақ етіп қамыр илеймін. Сонан кейін барлық ұнды бірге салмаймыз, бөлек-бөлек салып араластырамыз.
май құйып 1 сағатқа қамырымызды қойып қоямыз. Енді қамырды екіге бөліп жайып ортасына мен воронка салдым. Воронка салып бірден пісіріп алдым. Маған лайк басып тіркелуді каналыма ұмытпаңыздар. Келесіде көптеген әдемі дәмді рецепттер шығады. Міне өте жұмсақ болып пісті. Астарыңыз дәмді болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын кекс дайындаймыз. Осы маған лайк басып тіркеліп колокольчиктің үстін басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, үстіне шекерімізді салып, екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді үстіне сүтімізді құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Жақсылап араластырып болған соң, үстіне ұнымызды еліктен өткізіп, ұнға разрыхлитель салып, екіге бөліп миксерлейміз. Қалған ұнымызды салып, тағы да және де ванилинімізді салып миксерлейміз. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп және де қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Келесі жолы өте дәмді рецепттердің қатары толығады. Енді кекс пісіретін табамызды жақсылап майлаймыз. Салмамызды ыдысқа құйып 45-50 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей біздің кексіміз пісіп шықты. Асы дәмді болсын, сіздер жасап көріңіздер. Отымызды ең жай несіне қоямыз.
Міне сүтіміз кішкене қайнап, ірімшік пайда бола бастады. Енді сидаға марлымызды қойып, үстіне ірімшігімізді саламыз. Рецепт ұнаса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Ірімшіктің үстінен қасықпен басып, сарсуынынан бөлеміз. Ірімшігіміз міне дайын. Үстіне 2 литр банка қойып, минимум 5 сағат немесе 1 түн қоямыз. Осылай біздің үй жағдайындағы ірімшігіміз дайын болады. Қызықшы каналдың дамуына үлес қосып, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Меруерт. Қайырлы күн достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай өте керемет, оңай және дәмді жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл бір жасағаннан керемет болып шығатын пирогты менің рецептімен жасап көруді ұсынамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды және шекерімізді салып миксерлейтін боламыз. Бұл жерде ең бастысы жұмыртқаның көтерілуі үшін ыдыстарыңыз және миксерлеріңіз таза және құрғақ болуы керек. Енді жұмыртқамыз 2-3 есе көлемді болғанша миксерлейтін боламыз. Енді қоспамызға сары майымызды ерітіп құямыз. Толық рецептіні мен описанияға қалдырып кететін боламын. Енді қоспамызға ұн және де разрыхлительді бірге саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Сонан қоспамызды табаға пергамент салып құямыз. Мен пирогқа слива қостым. Сіздер неше түрлі кез келген жемісті қолдансаңыздар болады. Міне осылай небәрі 35 минутта дайын болып шығатын өте жұмсақ, шайға өте керемет кетеді. Рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Меруерт, астарыңыз дәмді болсын. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер.